Сәлеметсіңдер ме балақандар? Біз бүгін сендермен бірнеше әріптермен танысатын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Олай болса кеттік. Бірінші дыбыс бізде А әрпі. А дыбысы. А дыбысы дауысты дыбыс, созылып айтылады, ән айтуға келеді. Мысалы, аққу. А дыбысынан басталып тұр. А дыбысы қарасаңдар қызыл түспен белгіленіп тұр. Олай болса, А дыбысы дауысты дыбыс қызыл түспен белгіленеді. Мынау А әрпінің баспа түрі, мынау А әрпінің жазбаша түрі. Келесі бізде М дыбысы, М әріпі. М әріпі дауыссыз дыбыс. Ол көк түспен белгіленеді. М әрпінің жазбаша түрі және де баспаша түрі. Мысалы, М әрпінен басталатын сөз айтайық. Мысық. Мысық. М дыбысынан басталып тұр. Бұл бізде М дыбысы. Келесі бізде Л әрпі. Л әрпі Л дауыссыз дыбыс, көк түспен белгіленеді және де М дыбысына біраз ұқсайды әрпіне. Л әрпі баспаша түрі, мынау бізде баспаша түрі, ал мынау бізде жазбаша түрі. Келесі әріп Қ әрпі. Қ әрпі қазақ тіліндегі қатаң, яғни қатты, қатты айтылатын дыбыстардың бірі болып табылады. Қ әрпінің жазылуы баспаша түрі және де мынау бізде дәптерге жазатын жазбаша түрі. Қ дыбысы дауыссыз дыбыс. Мысалы, қой, қылыш, қыс. Және де оның байқап тұрсаңдар балалар, кішкене құйрығы бар, жазған кезде. Ары қарай бізде К дыбысы. К дыбысы дауыссыз дыбыс. Әрине, ол көк түспен белгіленеді. К. Мысалы, көйлек, көлік, көкөніс. К дыбысы дауыссыз және де ол Қ дыбысына ұқсайды. Жазылуы да, айтылуы да. Мысалы, көше. Мынау К әрпінің жазылуы баспаша түрі, ал мынау бізде жазбаша түрі. Қ әрпіне ұқсайды, бірақ құйрығы жоқ. Олай болса, ары қарай кеттік. Бұл әріпті сен білесің бе? Бұл И, қысқа И деп аталады. Неге ол қысқа И деп аталады? Өйткені оның төбесінде мынандай белгі бар, Бұл түртілген, яғни басы түртілген деп аталады. И. Мысалы, қой, той. Әрине, ол дауыссыз дыбыс. Баспаша түрі қысқа И-дің, ал мынау бізде жазбаша түрі. Келесі бізде жай ғана И. Қысқа емес, енді бұл И. И дыбысы дауысты дыбыс және де ол созылып айтылады. Шие. Инелік. Ине. Киім. Баспаша түрі жазылуы және де, яғни біз кітапта жазатын түрі баспаша және де бізде жазбаша түрі. И. Келесі бізде дыбыс З дыбысы.
иә, шыбынның ызылдаған даусына ұқсайды. З дауыссыз дыбыс. Бұл дыбыс 3 санына ұқсайды, иә, балалар? 3 санына ұқсайды. З. Мынау бізде баспаша түрі, ал мынау жазбаша түрі. З. Есіңе сақта. Келесі бізде Ж дыбысы. Ж дыбысы дауыссыз, көк түспен белгіленеді, және де ол өте қиын элементтерден тұрады екен. Жазылуы оның кішкене қиындау. Ж әрпінің баспаша түрі бас әрпі, кіші әрпі. Ж әрпінің жазбаша түрі бас әрпі, кіші әрпі. Ж, мысалы, жаңбыр, жел. Олай болса, ары қарай кеттік. Бұл әріпті сен білесің бе? Бұл орыс тілінде де кездеседі. Йо әрпі жазылғанда ерекше жазылады екен. Яғни оның төбесінде 2 нүктесі бар. Міне 2 нүктесі бар. Йо дыбысы дауысты дыбыс болып табылады. Йо созып айтамыз. Ол көбінде басқа тілден енген сөздерде, орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Мысалы, шахтер, монтер. Ары қарай бізде тура жаңағы сияқты дыбыс, бірақ та төбесіндегі нүктелерін алып тастаған. Неліктен төбесіндегі нүктелерін алып тастаған екен? Бұл басқа әріп, ол е дыбысы, е әрпі. Е дыбысы дауысты дыбыс созылып айтылады. Оның бас әрпі былай жазылады, кіші әрпі. Бұл баспа түрі. Ал мынау бізде жазбаша түрі. Мысалы, етік, есік, емен, елік. Өте жақсы. Ары қарай д дыбысы. Бұл дыбысты сен білесің бе, естідің бе? Мысалы, доп. Доппен ойнауды жақсы көресің, солай ма? Олай болса, бұл доп деген сөз д дыбысынан басталып тұр. Д дыбысы дауыссыз дыбыс. Көк түспен белгіленеді, және де ол өте оңай жазылады. Д дыбысы. Мысалы, дәрігер, дән, дала. Д әрпінің жазбаша түрі және де баспаша түрі. Келесі бізде ғ. Ғ дауыссыз дыбыс. Мысалы, ғалым, ғарыш, ғылым, ғарышкер. Ғ. Жақсы, бірнеше рет менің соңымнан айтып көр. Бұл ғ әрпінің баспаша түрі және де ғ әрпінің жазбаша түрі. Келесі бізде г. Ғ дыбысына ұқсайды, жазылуы ғ әрпіне ұқсайды, бірақ та оның белінде сызығы жоқ. Г. Гүл, гүл. Баспаша түрі және де жазбаша түрі. Келесі бізде в дыбысы. В дыбысы дауыссыз дыбыс. Ол көбінде орыс тілді сөздерде кездеседі. Велосипед, Володя деген, веер деген сөздерде кездеседі екен. В әрпі баспаша түрі мынау, ал бізде мынау жазбаша түрі. В. Вагон. Келесі бізде б дыбысы. Б дыбысы дауыссыз дыбыс, және де ол
сөздің басында да, сөздің ортасында да, сөздің аяғында да кездесуі мүмкін. Мысал үшін, балапан, балабақша, бота, абырой. Бұл бізде Б әрпінің баспаша түрі, мынау бізде Б әрпінің жазбаша түрі. Келесі бізде Ә дыбысы. Ол әрине қызыл түспен белгілегендіктен дауысты дыбыс. Ә созылып айтылады. Ә созылып айтылады. Ә. Жақсы, мысалы, әтеш, әлем, әмір. Баспаша жазылуы және де жазбаша жазылуы. Жақсы, осыменен біраз әріптермен таныс болдық. Олай болса, өзің осы әріптерден, дыбыстардан басталатын сөздер ойлап тауып, комментарийға қалдыруды ұмытпа. Сау бол, келесі кездескенше.